Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Әр балаға 587 теңге. Мектепті ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отырған кәсіпкерлердің жанайқайы. Баланы 587 теңгеге тойдыру мүмкін бе? Бүгін осы сұрақты Астана қаласы әкімінің орынбасары Есет Байкинге бөлшек сауда және қоғамдық тамақтану қауымдастығы өкілі Марина Лаптева қойды, деп хабарлайды Ел-Қазақ ақпарат агенттігі. Ол Астанадағы мектеп оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отырған кәсіпкерлердің бірі. Мұндай сомаға ыстық тамақпен қамтамасыз етеміз деп шығынға батып отырмыз, дейді ол. Әрі қоғамдық тамақтану саласының өкілдері бұл сомаға мектеп оқушыларын толыққанды түскі аспен тамақтандыру мүмкін емес деп кесіп айтты. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.